Тяньшан киностудиясы Хуаша кино таратушы серіктігі. Қаржыгер Жан-Иган Угочин. Бас бақылаушы Шишинтян Әнсіго Мұқтар Мақсұд. Бас жобалаушы Ван Шукин. Бақылаушы Нью Янфың Әнуар Мамыт. Жобалаушы Жауфей Мақсат Кәдірқанов. Сценарийші Ванжан Жаңлен. Жауапты редактор Қайша Табараққызы. Оператор Мұрат Мәмет. Суретші Жаң Шаучун. Композитор Ши Шаумин. Көмекші композитор Қабылалды Абдуллаұлы. Атқарушы режиссерлер Чжоу Жин, Чжан Син, Жюрат Омар. Фильмдер Жан Юган, фильм меңгерушісі Акбар Нияз. Бас рөлдерде Роза Дәулетқызы, Фатихан Бәліққызы, Әлімжан Тұрысбекұлы, Дабыл Қибатұлы. Режиссер Шерзат Яқуб. Киел ағаштың тәлсім құдіретіне жұрт сенеді. Ауыр аяқ күлай, өрісте мал бағып жүрген күйеуінің аман-есен оралуын, өзінің қол аяғын аман-есен бауырын алуын Тәңірден тілейді. Оған атасы Құсайынның парасатты арған. Ал оның ертең Қаражөн жайлауында болатын аламан айтысқа барсам дейтін арманы бар. Алайда ондай жерге барудан тағалаңдайды. Басқалардың табасына қалудан қорқады. Апа, немерең қойшы бола ма, әлде жылқышы бола ма? Ой, бой балам-ау, қойшысы не, жылқышысы не? Бәрібір менің бауыр етім ғой. Бұрын мал шаруашылығы райондарында емдеу денсаулық сақтау шарт жағдайы нашар. Бәйбіше, Күләй қайда? Төркініме барам деп жүрген. Ой-бой, таң атпайын ағыз тез кете қалған. О, балада мен секілді дегбірсіз екен ғой.
Қара таудың басынан көш келеді ай, көшкен сайын бір тайлақ. Ей, атың кім ей? Кәдір қан. Айтысқа бара жатырсың ба? Мен ақымын, айтсам. Ақымын дейсің, ендеше домбыраң қайда? Домбыраңа не болған ей? Есікке қысылып, сынып қалды. Ой-бой, домбыраң болмаса қайтып ақым боласың. Оның да танауыңмен көшерсің де болатын сияқты. Ақын жігіт, домбыраңа не болды? Есікке қысылып сынып қалды. Бер кел. Мына домбырамен аса үйреткенде әптігін басып жібер. Мә! Анау сіздің үйдегі келін бе? Ата? Келе ғой балам. Сенің домбыра өнімнің үнімен өмір есігін ашты. Маңдайдан іскеш. Искей ғой. Беске салғаннан кейін қазақ жосыны бойынша мені атам мен апам бауырына салып алыпты. Содан бастап атам мен апамның баласы болыппын. Сенің атың Гүлбике, сенің атың Гүлбике, сенің атың Гүлбике болсын. Аты Гүлбике болсын. Гүлбике? Не деген тамаша есімі? Илайым, айтулы ақын болса екен. Тұма. Түсті. Акылжан. Құдайым берген. Bismillahirrahmanirrahim. Алас, тәле қаладан қалас. Bismillahirrahmanirrahim. Алас, тәле қаладан қалас. Папа, бүгіннен бастап Гүлбике сіздердің балаларыңыз болсын. Еліне де, сіздерге де қыз сыйлайтын қыз болып берші.
жуасы толқып аққанай өмірдің мәнін ұққанай жандар ғана өтеді сол өзінен өткел Құлыным менің, қарашығым менің. Көгөзінде ауылым, күнде думаны сауығым, ашыркын мен не дейін ай, қалма кейін толықсып, тор жорғадай жөнелейін аяу. Айда жүр. Сақау! Ей, Сақау, бізге ән айтып берсең, сені бірге ойнатамыз. Айтасың да? Айт деймін. Қане, айтсаңшы, айтпайсың ба? Айтпайсың ба, ей, Сақау? Айт деймін. Айт бол тез. Ой, қарам, қарашығым. Жасыма. Гәне қой. Түймеде іске бола. Жыламасаңшы балам. Қуаныштан төгілген көз жастың қадіріне жеткен жөн. Ал қайғы қасіреттен төгілген көз жас тер көңілдің жібіген емес пе? Оған несіне жазсың? Тіс жарып тіл қатпағанына 5 жыл болды. Жабырқамаған болса, көз жасын көлдетер ме еді? Шалау, бүйткеніміз жөн болмас. Күн жылғаннан кейін қалаға барып шипакерге көрсетейікші. Барлығы да көкейінде сайрап тұр. Сабыр сақтайық, түбінде ақын болады. Ақын? Иә. Түйенің құйрығы жерге, ешкінің құйрығы көкке жеткенде болмаса, кім біледі? Құлыным ау, мына домбыра әкеңе өмірлік серік болып келді. Қандай сырың болса да, осыған айтшы балам. Әкеңнің жан сарайында қанша айтса да таусылмайтын жыр бар. Сенің ер жеткеніңді көрсем деймін, әкең саған бәрін үйретеді. Құдай жеткізсе, осы өлкенің айтулы ақын болып шығасың.
Төрімнен көрім жуық қалған аушамасы. Қайдағын айтпасаңшы. Андағың дәм тұзы таусылайын дегендерге беретіндер емес пе? Шалеке, қалқайып қасыңда отырмасам, сенің бегінің белгілі. Алаңдамаңдар. Маған қазір жетөніп тұрған ештеңе жоқ. Иә, біздің жас дәурен шақтарымыздағы ақындар айтысында екеміз қандай әріптес едік. Кейін сен өзің айтпай кеттің емес пе? Мен сол ақындар айтысының арқасында міне бүгін осындай құрметке бөленіп отырмаймын ба? Қарғам Гүлбике, келе ғой. Құлыным ау. Шеше деген бір ауыз сөзіңді естіп кетсем, арманым жоқ еді.
ayrılık sarsılıp otur amalık. Sargadım bir kulladım, sıcasın kıvam şılladım. Adem'e olsa geçegim. Sakın sen sanat dost. Sabırlık kal endi. Oy! Buna bana. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme Allahu Ekber. Шешем ылғи, әкемнің күйгіліктігіне ренжуші еді. Шешемнен бұрын кеткендігі де содан болар. Бұл пәни дүниеде бәрі де мүмкін ғой. Өліп қалып тірілгендер бар. Сақаудың да тілі шығып өлең айтар. Мың жасаған ақын жоқ қой. Десе де, оның әні ғасырдан ғасырға жалғасар.
сияқты. Аңшы Кәдірхан ба, жоқсыда Кәдірхан ба? Әлгі Бурдағайдың Кәдірханы, ақын? Иә, білдім. Әлгі Бақыт пен Сәулеші жеңіп алған жігіт қой. Иә, солай. Тағы да бар ғой. Біздің бірнеше тұяқ қойымыз Айбектердің ойына қосылып кетіпті. Бірақ ол мойындамай қойды. Әуел менімен айтысу ниеті бар сияқты. Жеңіп жатсам қайтарып бермек. Десе де мен айтыстан тұр жағыммын ғой. Сонан айтыста қайтыстайық. Бірақ арамызды шымылдық бөліп тұрсын деп едім. Қайдан білейін, ол да мақұл бола кетті. Қашан? Ертең? Ой, тымастықтап кеткен жоқсың ба, балам? Өлең тамақ бола ма? Тамақ жемесем де бірнеше күн жасай аламын, бірақ өлең айтпасам болмайды. Осы мінезіңді ай, дәл әкеңнің аузынан түсіп қалғандай. Шеше, әлгінде шығып кеткен кісі кім? Құдалық сөйлесіп жүрген кісі ғой. Құдалық дейді? Құлын үлкейіп ат болады. Балапан қанаттанып ұясынан ұшады. Қызға 40 кісі сөйлеседі, бұйырған біреу алады деген. Неке деген өмірлік іс. Менің көңілімдегі жігіт сөз жоқ ақын болуы. Тіпті мен асып түсу керек. Әттең баламау, асыра сөйлеу жарамас. Асыра сөйлегеннің ырысы шашылады. Аспанға тосқан деген. Арманның жетегінде қанша шарықтағаныңмен бәрібір өмір шындығына мойын ұсынасың. Алдағы күн ақын болсаң да, хан болсаң да, қараша болсаң да, өзіңнің қазақ қыз екеніңді ұмытушы болма. Әйелсіз үй тұл дейді екен. Ал еркек болмаса қалай күн көреміз? Қойды кім бағады, шөпті кім шабады? Мен қой қартайдым. Төрімнен көрім жуық болып келеді. Тапқан жарың жақсы болсын шырағым. Сенің бақытты болуыңды тілеймін. Барып қазанның отын қастырып қойшы. Не болды? Жазған ғашықтық хатың осы ма? Оқыған кісінің күлкіден ішегі түйіледі ғой. Не болды, ұнамады ма? Менің шын көңілімнен жазғаным осы. Ой, шын көңіліңе болайын. Өзіңді сүйемін деген бір ауыз сөзбен қыз жүрегін жаулап алуға болмас. Елдің бәрі сен құсап жатса, қыздарды қолға қондыру оңай екен. Қыз жүрегіңді реткізер өлеңді мен жаза алмаймын ғой. Гүлбике отыр. Жүр. Гүлбике, мынау бір қызды жақсы көріп қалыпты. Өлең жазып берші. Гүлбике, маған бір жақсы өлең жазып берсең бола ма? Басқа бір күні болсыншы, ойым ұзаққа бөлініп жүр. Ештеңе жазалар емеспін. Гүлбике, маған бір жәрдемің болсын. Гүлбике, жазып бере салшы. Жарайды. Мынадай бір махаббат жыр бар екен. Еске сақтай аласыңдар ма? Сақтай аламын, Гүлбике. Тоғайда жыртқыш қабылан, беткейі зәулім қиятас. Төсіңді дала сағынам, ауылда жарым ару жас. Қамшымды бастым тұлпарға, жанымды баурап жамалың. Сынық сөз таппай сылтауға, сен десем күйіп жанамын. Өзіңді іздеп барармын, жалым боп маздап жанарым. Рахмет Гүлбике. Рахмет. Сен кімсің? Мұның маңызы шамалы. Бой жеткен, махаббаттасып көріп берген. Махаббаттасып көрмеген адам басқаларға қайтып қашықтық хатын жазып бере алады, Араға бал жинауды ешкімді үйретпеген. Бұл махаббат жыры қанша әсерлі болғанымен бұрынғылар жазып қалдырған. Жүрегімді жарып шыққан жыр емес. Ата-бабалар күн болғанда мен аймын. Сол күннен нәр алғам, аққу боп таранғам.
Бұлайша басқаларға махаббат жырын жазып беруді өзіңе кешілмес шөре деп қарайсың ба? Мен Айбектердің үйіндемін. Маған қажетің түссе, қашанда дайынмын. Егер басқалардың сөзін басқалап тыңдағың келсе, өзіңнен ақыл сұрармын. Сағалар берме көзіңді, әр жақсы қарай сұлу самыр елдің жайлауы, өмірдің барына байлауы. Таңнұр, жеңілсең айтқаныңнан қайтпайтын шығарсың, ендеше бастаймыз, Арбама қауырсыннан бір тал бастым, тарта алмай арбам сынып жаман састым. Масаға бір тышқанды ұстатқызып, арбама тышқан шегіп белден аттым. Қалқып сараядағы шектім, қоңызға омбы қарда шана шектім. Мақтаның ең асауын ұстап мені, тұстауға екі қоны бәрең жеттім. Мың жылқым бір тулаққа дамылдаттым, мендінде бір шыбынға дабыл қақтым. Арқайса қамылдаққа бір қыз шықтым, құрықсап мың масаны сауырлаттым. Басында керегенің үрген қарын көтер. Басында керегенің үрген қарын көтердім балуандықпен соның бәрін. Жаңла көрме. Айбектің мұндай ақын екенін ойламаппыз. Адеп ауыз ашқан да көрмеген едік. Мен де таңғалып тұрмын. Дегенмен дауыс тәуір екен. Болмайды. Қалайда бір ебін дауыс. Ана бірнеше қойымды қайтарып алай. Бүгін жақсы айтсыздар. Жеңілік бала жаздадым. Қайдағы бәрі сенің арқан ғой. Саған көмектесіп, қой емес қыздарды ұтып алсақ, жарар еді, солай ма? Айбек, сен мен бетпе-бет айтыссам деймін. Егер мен жеңсем, Таңнұрдың қойын қайтарып бер. Жеңілсем, той жасауыңды мен жасап берейін. Айбек, не болды? Тағы да семізсің? Онда бұлай болсын. Мен сенімен айтысайын. Жеңсең, малыңды алып кет. Жеңілсең, үстемелеп мал қосасың. Келістік. Сен кімсің? Әй, болды, ерегеспеңдер. Малдарыңды айдап кете беріңдер. Жоқ, келіспеймін. Кеше мен жеңдім ғой. Кеше өлең айтқан Айбек емес, сен болдың ғой. Алдам көз. Гүлбике, кетейік. Жүр, кетейік. Тұра тұрыңдар. Кеше менімен айтысқан сен емес шығарсың. Мен... Солай, менмін. Ендеше айтысайық. Егер сен жеңсең, 3 қой емес, 10 қой берейін. Мен жеңсем, маған тиесің бе? Қалжыңдамашы, бұл мүмкін емес. Гүлбике, кетейік, жүр. Алаңдамашы, ол мені жеңе алмайды. Атың кім? Кәдірхан. Кәдірхан? Бақыт пен Сәулешті жеңіп алған Кәдірхансың ба? Гүлбике, қойдың қажеті шамал болды. Жүр, қайтайық. Бұл кім? Осы өңірдегі ақын қыз. Бала күнде сақал өтеді. 5 жасында тіл өлеңмен шығыпты.
Kızlar, şaşırdılar. Rahmet sizlerge. Gülbeyke, kayda barasın? Ay jigitler. Gülbike sen izlep güldün. Ne жұмысың болса да, келіп айт. Аспандағы күн мен айды алып бер демексің бе? Бұл сенің өнеріңе байланысты ғой. Қойторыңа қамшы бас қарындас. Өзің жуын аласың ба? Ей, Гүлбике келіп тұр. Болмаса су құйып берейін бе? Қарындас, жұмысың болса айта бер. Мынау мен жазған өлеңдер. Көруіңе болады. Ол тұсы болса көрсетесің. Дәптеріңді әкеліп берді, киімдеріңді алып қойт. Ой, Гүлбике. Gülbike? Gülbike. Kiyimini жудың ба? Өзіме беретін шығарсың. Тыл алатын бой жеткен болса, соға жудырып ал. Менің насихатымды тыңдағың келмейтін болды ғой. Бұл арада келісе алмаспыз. Қай жерде мен тосатынды білетін шығарсың. Уәдеңде тұр, ә?
şol. Bulduraydı munartıp. Süyenip durman kayınga. Japanda öskensin artıp. Mahabbat deniz telegi. Жетуім оған машақат. Талықсып тұрып талпынам. Іздеген сайын құмартып. Аспанда бұлттар түйіліп, найзағай түйіліп жер бетін. Сезімге тұрмын құйынып, аймалап аппақ көл бетін. Әй! Гүлбике. Гүлбике. Жазған өлеңдеріңді оқыдым. Жақсы жазыпсың. Шын ба? Иә. Бұл сенің жан дүниеңді жарып шыққан өлең дейді. Өте әсерлі. Мені қатты желпіндірді. Мысалы, мына бірнеше жылдар. Бұл қайткені? Бұл әлгінде жолда келе жатып, абайсында батпаққа түсіріп алды. Әлгінде? Батпақтар әлде қашан кеуіп кетіпті ғой. Болды. Мойындайды. Кеше сен менің киімімді алып кеткенде, сонымен соған ренжіп жерге тастай сал. Ой! Апырау! Тауып алдым. Зейін мен оққаным айрықша қуанышта болды. Шын айтам. Төтенше төгілдіріп жазғансың. Оған оқитын орайдан хайырлық бола жаздақ па. Көптен бері мұндай астарында ой бедерді өлімді оқымаған екенмін. Сенің солдыр сөздерің дәптердегі батпақты тазартала ма? Мұндай жарамсақ сөздеріңді ұнатып тыңдайтындарға барып айт. Мен білем, сен аламанайсызда туылғансың. Домбыраңды көрген жерден өзіңді таныдым. Әуелі маңдайынан да иіскегем. Олай болса айтта дидарласайық. Қашан? Келер жыл құрбан айтта. Келер жылы? Иә, өзімдей қызды жар етіп алуға бір жыл дайындалсам да ағзық ететін шығар. Махаббаттың тұтанған отын ешкімде өшіре алмайды. Ол оқтан да жасқанбайды. Оны тауда бөгей алмайды. Тасқында ағыза алмайды. Мені сүйген жанға сенен басқа нәрсе дәметпеймін. Маған сайрам көзінің жартысындай ғана көңіл сыйласаң, жетер деді. Гүлбике, жарты жыл концерттік сапарда жүріп, әттен қалжырадым. Бірақ, сәл ауаша қалған кезімде, домбыраңның мұны құлағыма келеді. Гүлбике, мына сәлемдемеңді ал. Менікі ме? Иә. Таспа алтын ба байыбына бара алмадым. Зілдей ауыр екен. Мә.
Рахмет. Таза тұрыңыз. Мақұл. Түсіп шай ішсеңші. Рахмет, жеткізіп беретін бір қыдыру сәлемдеме бар. Міне. Ал, мен кеттім. Жолыңыз болсын. Құрбан айт аяқ қалды. Біздің концерттік сапарымызда аяқтайын деп қалды. Бұл жолғы табысымда баршылық. Көлденің жұмыс шығып алмаса, уағында қайтамын. Мені күт Күлбике. Бұл жақта көрермен көңілінен жол алған сияқтымын. Дыбыс бейне баспагері бір қанша мәрте маған жолықты. Менің күй табағымды шығармақ ойы бар екен. Күлбике, бұл ортада өнерді ұштаудың орайы сахараға қарғанда көп көрінеді. Көрермендердің ықыласына риза боласың. Өзіңмен бірге осы жақта өнерімізді ұштасақ деймін. Бір байламға келіп болдым. Екеуміз некеленген соң осы жаққа келіп кәсіп көзін ашсақ. Жағдайымыз оңалып жатса, шешемізді де әкеліп алармыз. Бұл менің шешемнің қоры. Осы дыбыс бейне шешем айтқан бесік жырға ұқсайды. Қорығы серік болмаса, басқа жерде ұйқым да келмейді. Иә, айтпақшы ертең құрбан айт екен ғой. Кәдірхан, қайдасың? Сен алсаң жолыма түсейін. Сен аққусың айдында мамырлаған сұлулықты сыйлапты. Жауап күтем өзіңнен әріптесім қайсылар ед жеті жоқ айтшы маған сар бидай сағынып салған әне қайын жұртта күйеудің батасы жоғы гәй-әй құста сүт жоқ ежелден жылқы дүт жоғы гәй-әй
бүгінгі қыз ертеңгі серігісің құдалыққа кешікпей жіберейін Шешем қартайды. Ауылың тыйып кете алмайды. Үнемі келіп қалжайын біліп тұрамыз. Алаңсыз болып көпейді. Кешігіп қалғаныма әлі өкпелісің бе? Өткендегі дыбыс таспасында өзің айтқан әлгі баспагер дыбысты құрбан айттың алдында жазайық деп жабысып алды. Содан мен... Иә, дұрыс. Әлгі баспагерге сен айтып едім. Олар екеуміздің атымызда дыбыс таспа шығаруға мақұл болды. Гүлбике, өзім шерткен домбыра мен естіген ең тамаша әуен. Ол далада ғана емес, қалада да шырқалуы керек. Мен келгеннен біздің үйдегілер құдалық сөйлесуге дайындалып жатыр екен. Құдалық дейді. Гүлбике, саған не болды? Бөтен ойың бар ма? Көңілімді түсінерсің, Кәдірхан. Мен әкемнің қара домбырасынан, ал шешем сайын сақырасынан айырыла алмайды. Гүлбике. Менің тілегім Алланың құлағына жеткен болды ғой. Отбасымызға сүйеніш табылды. Гүлбике-ау, мынандай жігітпен дәміңнің қосылуы бақ жұлдызыңның жанған емес пе? Шеше, Кәдірханмен бас құрай алмаймын. Қалайша? Ха? Күйеуім ақын болса екен деуші едің ғой. Ол өзі ақын екен. Үйімізге тепсе темір үзетін жігіт керек. Шырағым, сенің енді нендей тілегің бар? Мен ұзатылып кетсе, сіз қайтесіз? Сізді тастап кете алмаймын. Қарғам-ау, мені қанжығыңа байлап жүресің бе? Алла жалғызыма жар бола көр.
ойбай. Ой. Ойбай. Аяқ тез тәуірленіп кететін шығар. Сенің қамыңды жеп қақшаңдап жүргенше шойнақ болып үйде жатқаным жақсы еді. Шеше, бұл не дегеніңіз? Мен шойнақ болып қалсам да, бұл азапты сіз тартпай-ақ қойыңыз. Мен қартайдым. Асарымды асап, жасарымды жасадым. Ал сенің көрер қызың алда қойы. Гүлбике, мына балаға шай құйсаңшы. Иә. Рахмет. Тағы да жұмысым бар еді. Аттандырып қой. Иә. Әкел, маған бер. Болды, рахмет. Ойбай, ойбай. Біз сүйіп жүрсек жығылмайтын едіңіз ғой. Жаным-ай. Ауырып барады. Ойбай. Ендеше мен кетейін. Шеше, сіз Шошытып жібердің ғой. тыныш жатпай, далада неңіз бар? Жата жан басым ойлық кетті. Біраз күннің көзін көрейінші балам. Аяғыңыз ештеңе болмапты ғой. Шеше, әлгінде ғана ор қояндай ойнақтап жүрген едіңіз. Бұл қайткеніңіз? Менің аяғым баяғыдақ ақаусы сауық кеткен. Мен өтірік ауырмасам, ол біздің үйге келмей қоймай ма? Шеше, сіз немене жұмбақ айтып кеттіңіз? Ауыл шипагері тәуір азамат көрінеді. Мына қырағы көзіммен бір қарабақ, оның саған аңсар оп қалғанын байқаған. Басыңыз ауыртпаңызшы. Сенің жұмысыңа менен басқа кім көңіл бөледі? Өзің білме. Білгенің тілін алма деген осы екен ғой.
Күйеуге кімге шықсам да бола береді. Тек өлең айтып, домбыра шертуіме болса болғаны. Осы үйдің ауыртпалығын арқаласа болғаны. Балам, түсінемін. Әкең өзіңе тастап кеткен домбыраға өкіні мына мен таққанмын. Мен де жас болғам. Әйел ақын болу оңай емес. Қалайда өзіңе тән баспанаң болу керек қой, қарғам. Шеше. Ақыры өз теңімді таптым. Қарапайым малшы, аты Сұлтан, жетім екен. Біздің үйде тұрады. Шипагерліктен хабары бар. Сөзге де сарақ. Өмірге лайық отын жағын жар, келгенде екі жан, осы жағын жар, күніңмен ауылсын, жақыныңды жар, кәпеліңді көруге ақылыңды жар. Жат болып барамын, қайран елім ай-ау, жүруші едің еркелеп, құрбым менен ай-ау. Ей, Сұлтан ай, қош етсем бұл жұртым ай. Қимаймын Гүлбике.
Мынау аса үйретіп жығылғандағы тыртық. Ал мынау балуанға түскендегі тыртық. Андағы бір бөлтірік қақпанға түсіп қалған екен. Соны босатқалы жатқанымда қаншыр келіп қауып алған. Содан кейші. Қаншырды атып тастадым да бөлтірігін қоя бердім. Солтан аға, біздікіне тезірек барыңызшы. Не болды? Шешем толғатып жатыр. Оташылықтан аздап хабарым бар, бірақ туытаналық қолына келмейді ғой. Толғақ енді жиілеп келеді. Гүлбике, оны сүйеп жүргізші. Орамалда әкелші тез бол. Шыда, тағы да біраз. Балам, ол отынға бүгін барып жүрген жоқ қой. Есін алаңдайсың.
Ertere qaytып келер едім. Әлгі баланың сырқаты салып екен. Балам, саусағын аман алып қалуға бола ма? Домбыраны жөндеп қойдым. Ағашшылықтан пәлендей хабарым жоқ еді. Қане, шертіп көрші. Қолың келер ме екен? Мә.
Мен алып берген киімді кисеңші. Бүгін сыйлық тапсырып алам. Кимей-ақ қояйын. Аудан орталығына барып, домбыраңа шек әкеліп тағып берейін. Сонда келер қайтысыңа дайын тұрады. Солтан, аудан орталығына барып, маған домбыр шегіне келе жатқан жолында көлік қақтығысынан қаза тапты. Ол ақтық деміне дейін менің атымды айтып жатыпты. Оның төсек тартып жатқанына жарым ай болды. Янар татпайды. Яқасын ешкімді жуытпайды. Тағы да сақау болып қалды. Балаңыз ауыраяқ екен. Ауыраяқ бекен? Иә. Балам, Алла Тағала, бергеніңді алсаң да, береріңді ала көрме. Болашақ ұрпағың үшін шыда қарғам, шыда.
Гүлбике, айтса бересің бе? Айтсам, әкем маған, сен бұл дүниеге өлең үшін келгенсің деген. Жалғас айтсам. Көлік келді. Мен жүре берейін. Гүлбике. Әкем көз жұмғанша Сахара қызғалдағы дейтін өлең жолдарын қайталап көп айтушы еді. Қаршадайымнан осы әннің байыбына бара алмай ерекше мазаланатынмын. Мінекей 24 жылдан кейін есімімнің неге Гүлбике деп қойылғандығын біліп бәрін аңғарғандай болдым. Фильмнің көркемдік жетекшісі Мақсат Қадырханұлы. Аударма қызметкерлері аударған Чайсолтан Қызырұлы, редактор Әділ Оспанұлы, режиссер Мақсат Қадырханұлы, дыбыс жазған Амантай Қабденұлы, қадағалаушы Ғалымқан Бейсенбайұлы, фильмгер Гүлжаз Асылханқызы Балшат Әкбарұлы, фильм меңгерушісі Жеңіс Қабдешұлы, бас бақылаушы Әділ Оспанұлы, дыбыс бергендер Жайна Қинаяққызы, Серғазы Төлеуқанұлы, Назигүл Әріпқанқызы, Сейітқали Қуанышұлы, Сәрсенбек Сейітқазұлы, Нұрметжан Камылжанұлы, Алмира Қамзағызы, Нұрсағат Сапарқызы, Нұрзипа Зиятқызы, Мөлдір Әбдіжәлелқызы. Шинжан Уйғыр автономиялық райондық радио, кино, телевизия аударма орталығы қазақша дыбысқа жазды. 2009 жыл 2 қараша.